Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен баклажаннан дайындалатын өте тойымды, әрі дәмді, тез дайындалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен көкөністеріміздің барлығын жуып тазалап аламыз. Сосын видеодағыдай ең алдымен баклажаннан бастап, ұзынша жіңішке етіп, барлығын турап шығамыз. Қиярымызды да видеода көрсетілгендей жіңішке етіп 3 бөлікке бөліп турап шығамыз. Қызанағымызды да ортасынан бөліп, түбін алып тастап, жарты дөңгелек етіп, жіңішке етіп кесіп шығамыз. Тәтті болгар бұрышында ортасынан бөліп, жіңішке етіп тураймыз. Егер сіздерде қызыл, сары болгар бұрышы болса, соны да қосуға болады. Өте әдемі көрінеді. Баклажанның үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын салып, қақпағын жауып, жақсылап араластырамыз. 1 минуттай барлық жеріне крахмал тиетіндей болу керек. Табамызға май құйып, жақсылап қызып болғаннан кейін баклажандарымызды салып, үздіксіз араластырып отырып, барлық жеріне май тиетіндей етіп, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін қағаз майлықтың үстіне қоямыз. Артық майының барын өзіне сіңіріп алады. Қалған баклажандарымызды дәл осылай қайталап қуырамыз. Мен 3 бөлікке бөліп қуырып алдым. Енді үлкен ыдысымызға барлығын саламыз. Бізде баклажан сондай толық қызарып шығады, хрустящий болып шығады міне. Үлкен ыдысымызға барлығын саламыз. Одан кейін қызанақты саламыз. Қиярымызды салып шығамыз. Болгар бұрышын. Енді ас көктерімізді тураймыз. Сарымсағымызды ұсақ етіп турап шығамыз. Енді кинзамызды тураймыз. Ұсақ етіп турап шығамыз.
Көк пиязымызды да дәл солай жіңішке етіп кесіп шығамыз. Одан кейін укропымызды тураймыз. Бұны қатты майда қылудың керегі жоқ. Дәміне қарай жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. Шай қасықтың ұшымен қызыл бұрыш саламыз. Шай қасықтай паприка саламыз. Енді уксусымызды құямыз. Менде 70% уксус, оны 9% уксусқа айналдырдым. Ол үшін 7 ас қасықтай су және 1 ас қасық 70% уксустан салып араластырдым. Сонда 9% уксус шықты. Енді осыдан 2-3 ас қасығын құямыз. Енді 2-3 қасықтай соя соусын құямыз. Соя соусын көп құюдың қажеті жоқ. Бізде қызанақты, қиярды қарайтып жібереді. Осы 3 ас қасық жеткілікті. Дәміне қарай өзіңіз қоса бересіз. Мен 1,5 шай қасықтай тұз қостым. Жақсылап араластырамыз. Жеңіл араластырамыз, баклажанымыз езіліп кетуі мүмкін. Қатты араластыруға болмайды. Салатымызды жақсылап араластырдық. Енді тұзы сіңгенше тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Салатымызды дастарханға тартатын тарелкамызға салып, дастарханға тартардан алдын бетіне осылай күнжіт сеуіп, әсемдеп дастарханға ұсынуға болады. Осымен достар, біздің салатымыз дайын болып қалды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Егер менің рецептім сіздерге пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісемін. Сау сәлемете болыңыздар.